Құрметті серіктестер, бүгінгі сәле деп бәтелден 50% акция беріліп отырғанды көріп отырсыздар. Соған аздаған өздеріңізге ыңғайлы болсын деген шолу жасап жатырмын. Міне өздеріңіздің кабинеттеріңізге кіресіздер, өздеріңіздің логин парольдарыңызды жазып, оның астында кәдімгідей проверочный 4 сан тұрады, оны қасында жартылай стрелка тұрады, соны басып, қайтадан бір жаңадан 4 санды шығарып жеріп, соны жазып отырып, сонымен өздеріңізге вход дегенге басып кіріп келесіздер. Сол кезде міне аты жөндеріңіз менікі Нұрсапа Маржангүл деп шыққан сияқты сіздердікі де шығып келеді. Сол аты жөндеріңіздің үстіне басып, бір рет кабинетке дұрыс кіріп отырсыздар ма, осының барлығын бір қарап алыңыздар да, сосын кейін барып қайта 3 сызықты басып рекомендуем деген жерге басқанда міне қараңыздар, горячая акция, каталог акция, сәле, товар дня деп тұр. Бізге қазір сәле деген керек. Сәле 50% деген ар жағынан арнайы 14 бетпен жаңағы аяқталатын міне керемет арнайы өнімдерді беріп отыр. Міне көрдіңіздер ма? Бірден бастап 14-ші бетке дейін сіздер осы жердегі өнімдерді көре аласыздар. Осы өнімдердің барлығына сізбен бізге 50% жеңілдікпен өнімдерді 24 сағатқа беріп тұр. Ал енді тізімдерді қарап бір шолу жасап кетейік. Бізде биопротект беріп тұр. Биопротект дегендеріңіз өте керемет өнім. Бұл жаңағы барлық ағзаға толыққанды емдік әсерін тигізе отырып, біздің жағдайымызға, біздің ағзамызға жетіспеушілік көрсетіп тұрған витамин, минерал заттар, жаңағы макро-микро элементтерге бай өнімдердің барлығын бере алатын сондай керемет жақында шыққан жаңа өнім болып саналады. Бұның бағасы 336 рубль дегеніңіз 2184 болып тұр. Күнінде 2 мезгіл қолданатын болсақ, күнінде 2 мезгіл қолданғанның арқасында бізде курс ем болып бұл саналады. Сондықтан бұл курс емдеріңіз 2184-ке сіз екеуін алғанда ғана 5000 теңгеге жетпейтін бағамен өзіңіздің бір курс еміңізді шығарып алатын жағдайға жетеді екенсіздер. Ал ары қарай жаңағы біздің мына балқарағай шайырының құндыз ағынымен беріп отыр. Құндыз ағынымен беріліп отырғандарыңыз 390 дегеніңіз 6-да 5-ке көбейтсек 2535. Бұны бір айға бір кісі 2 упаковкасын алатын болса, сонда бір курс ем болып табылады. Күнінде 2 мезгіл ас-су тамақтан кейін сіздер жыл сумен жұтып іше саласыздар. Ал бұл жерде құндыз ағыны өте жақсы емдік қасиетке бай, жалпысы көп ұзақ уақыт ауырғаннан кейін адам өзінің қалыпты жағдайына келгісі келіп, ағзаны жаңағы өзінің қалыпты деңгейіне жеткізу мақсатында қолданатын болса, өте тамаша, тез адамды жаңағы күш қуат бере отырып, емдік процесін жүргізе отырып, адамға жаңағы өзінің қалыпты жағдайына келуге, күнделікті тұрмыс тіршілікке өзін-өзі жайлы сезінуіне мүмкіндікті береді. Ал балқарағай шайыр болғанда, енді бұны білесіздер, өте ауқымды емдік қасиеті бар. Микро-макро элементке бай болғандықтан бұл жерде сахарный диабет, жаңағы жүректің ауыратын, жаңағы гормондық жаңағы өзгеріс кіріп кеткен ер азаматтардың, әйел адамдардың ауру сырқау дегендердің барлығына емдік әсерін мықты тигізеді. Сосын кейін асқазан ішкі құрысқа да емдік әсерін жақсы тигізетінің арқасында біздің ас қорыту процестағы кислотамыздың не көбейіп кету, не азайып кету, мына жаңағы желудочный сок деп айтады, соныңыздың не көбейіп кету, немесе жаңағы аз болып кету дегендерді өзінің қалыпты деңгейіне келтіріп беретін сондай қасиеті бар. Сосын кейін қазіргі пандемия кезінде де бұл өте тамаша жаңағы жалпы ағзаны тез қалыпты жағдайға келу мақсатында тамаша қолдануға болатын өнім болып саналады. Ал енді ары қарай ер азаматтардың да проблемасы, әйел адамдардың да проблемасы, оның үстінен кәдімгідей жаңағы қуықтың ауру, мына жаңағы қайта несептің, қайта жаңағы несеп жолының дұрыс болмау, сіз жиі дәретханаға жүгіру деген сияқты мәселе болып тұрса, сол вирусты, бактерияны жоя отырып, сіздердің қуықтың ауруларына да мықты әсерін тигізеді. Қуықтың ауруын жоя отырып, ер азаматтардың да проблемасымен, әйел адамдардың да проблемасына өте емдік әсерін тигізіп кетеді. Ал енді гипертониктарға, яғни
жүрек ауыратын кісілер, жүрек соғып қалатын кісілер, аритмия болып қалған кісілер, немесе жаңағы жүректің жетіспеушілік дегендер болады. Сондай жағдайда немесе қан қысымының өте жоғары болып көтеріліп кету, немесе қан қысымның аяқ асты төмендеп түсу деген сияқты көптеген жаңағы мидың қан айналымына байланысты өнімдерге де мықты әсерін тигізетін өнім болып табылады. Осылай бательдің өнімдер айта беретін болсам, өте жан-жақты, ауқымды жаңағы денсаулыққа пайдалы болып саналады. Бір өнімнің өзін алып сіз, мысалы, тек қана қуғымды емдеп жатырмын деп ойласаңыз, ол қуықпен қоса ер азаматтардың проблемасын, әйел адамдардың проблемасын, онымен қоса асқазан ішкі құрысты, онымен қоса мидың қан айналымын жақсарта отырып, онымен қоса сіздің жаңағы қысымыңыз не жоғары болса, не төмен болса, қалыпты жағдайға келтіру, асқазан ішкі құрысты мәселесін шешкету деген сияқты көптеген өнімдер жаңағы ішіндегі шөптің қоспалары бізге емдік қасиетін тигізіп жатады. Сондықтан бательдің өнімдер өте арзан бағадағы, өте жақсы емдік қасиетке ие болып тұрған өнімдер болып саналады. Сондықтан құрметті серіктестер, назар салыңыздар. Назар салып, өздеріңіз қажетті кезінде осындай 50% жеңілдікті беріп тұрғанда мүмкіндікті қолдан жіберіп алмаңыздар. Ал келесісі дәл осы бағада 2535 теңге болып тұр. Тағы да бұл 30 капсула, сондықтан бұдан тағы 2 алатын болсаңыздар, 2 упаковка, 50% бен 2 упаковка алатын болсаңыздар, былай қарасаңыздар, бір упаковканың бағасы почти шығып кеп тұр деген сөз ғой. Сондықтан сіздер курс емді ала отырып, мына балқарағайдың шайырымен қоса аю майының қоспасы бар, осы өнімді қолдана аласыздар. Аю май дегеніңіз адамның ұзақ ғұмыр кешуіне үлкен запас энергия болып саналатын, өтті жаңағы микро-макро элементке, витаминдарға бай, омега 3-ке бай болатын өнімдер болып, соның қатарына жатады екен. Балқарағай шайыры аю майының қоспасымен сахарный диабет адамдарға өтті табылмас ем болып табылады. Бұл енді қанттың жаңағы көбейіп кету, немесе қанттың жаңағы шамадан тыс кету деген процесстарды өзінің деңгейіне жеткізіп бере отырып, сіздердің жалпылама ары қарай мына жаңа диабетпен ауыратын кісілердің көз аяқтан алады, ол кісілерді тез көз көру қабілеті нашарлап кетеді. Сондай жаңағы мәселелерді ары қарай сіздерге ушықтырмау үшін, яғни ауру сырқауларыңызды қоздырып ұлғайтпау мақсатында осы балқарағай шайырын аю маймен қосып ішетін болсаңыздар, сіздер қанттың деңгейін жақсарта отырып, жалпы сол қантысы бар кісілердің сол қант деңгейінің жоғарылап кету, немесе өте тез төмен қарай түсіп кетуінің кесірінен болып, адамдардың ағзасында басқа да ауру сырқау пайда болатын болса, соған жол бергізбей, соған мүмкіндікті бергізбей, сіздердің ауру сырқауларыңызға ем шипа болады екен. Жалпы осы аю майын қосылған жаңағы балқарағай шайырын сіздер мына қандай да бір жарақат алған болсаңыздар, аяқ қолдың жаңағы мертіккені болсын, немесе жаңағы қандай да бір жаңағы өздеріңіз жарақат тіліп алған, кесіп алған, орып алған деген сияқты, ойық жара деген сияқтар болса, онда сондайларды тез жетілуіне, солардың жаңағы сыртының мына қабыршық болып тұрған мына біздің теріміздің тез қалыптасып жетілу дегендеріне үлкен мүмкіндікті іште ішіп отырғанда беретін қасиеті бар екен. Сосын кейін гипертониктарға, тағы да қысым жақтан проблемасы бар кісілерге бұл қысымның жаңағы қалыпты жағдайына келуіне, оның үстінен қан тамырларыңыздың ішкі қабырғаларының май баспай, жаңағы лимфа капсымыз майды ыдыратып, тазартып беретін болса, бұл ары қарай соны қайта тот басып, май басып қалмау үшін жаңағы күресетін қасиеті бар екен. Міне, осындай инсульт, инфаркттың алдын ала білетін жүрек қан тамырларына, осындай гипертониктарға үлкен мүмкіндікті беретін, иммунитетті жалпы табиғи жолмен көтере алатын өнімдеріңіз осы балқарағайдың шайыры аю майымен болып табылады екен. Ал баланың зубной щеткасы, міне жаңағы қолдың майы, жарайды, ондайларға тоқталғым келмейді, өздеріңіз көресіздер. Ал коэнзим Q10, коэнзим Q10 дегендеріңізде өте керемет өнім. Осы өнімді бізге әзір шыға қоймай тұрған кезде менен талай адамдар сұрады. Сіздерде Q10 жоқ па, коэнзим жоқ па деп. Аллаға шүкір, бізде де бұның жаңағы
кәдімгідей байтылған, кәдімгідей жаңа күшейтілген формуладағы түрі шығып кеп, міне бізді қуантып жатқан жайы бар. Сондықтан құрметті серіктестер, тағы да қайталап айтам, Бателдің өнімдер өте жақсы жаңағы емдік, жан-жақты емдік қасиетке бай болғандықтан, бұл жерде сіз жалғыз ғана өнімді алып, бір жерімді ғана емдеймін деп ешқашанда ойламаңыздар. Бұл жерде емдік қасиет өте ауқымды. Сіз ойлағаннан да әлдеқайда жоғары, өте жақсы деңгейде жүріледі. Мысалы 713 дейді, 713 бұны күнінде бір-ақ рет ішеді. 6-да 5-ке көбейтсек 4635 теңгеге сіздер осы коэнзим Q10-ді алатын болсаңыздар, күнінде бір мезгіл ғана ішеміз. Бұны ас су тамақ ішіп отырған кезде арасында бір жылы сумен бір капсуласын ғана сіздер жұтып іше саласыздар. Бұл бір капсуланы ішу арқылы көптеген күнделікті сут ішіне норма бізге берілуге тиісті, біздің жаңа клеткаларымыз алуға тиісті энергиясын ала отырып, ағзамыздағы жаңа свободный радикал дейді, яғни ағзамыздағы керек жоқ болып тұрған, бізге уын шашып тұрған уларыңыздың барлығын сыртқа шығара отырып, жалпысы біздің өзімізден мына коллагенімізді, өзімізден мына гиалурон қышқылымызды, өзімізден эластин деген мына жаңағы майда болып жаңағы ағзаның іші барлығы өзінің қалыпты жағдайын ұстап тұру деген қасиеттерге өзіміздің ағзамыздан, өзіміздің клеткамыз осы коэнзим Q10 дегендерді қолдана отырып, осыған жаңағы жол ашуына мүмкіндік береді екен. Біз осыны ғана ішкен кезде осының барлық жаңағы гиалурон қышқыл коллагеніміз өзінен өзі ғана бөліне беретін емес. Біз осы өнімді курс лечения ретінде алып ішіп шыдап отырсақ, бір 3 айда бір ма, мысалы 6 айда бір ма, жаңа жылында болмағанда бір 2 мезгіл болсақ та осыны курс лечения қылып ішіп отыратын болсақ, онда біздің өзіміздің коллагеніміз, өзіміздің гиалурон қышқылымыз, өзіміздің клеткамыздан бөлініп шығып отыратын мүмкіндікті осы коэнзим Q10 дегендеріңіз беретін үлкен қасиеті бар екен. Ары қарай енді мына гипертониктарға арналған, бұл енді жаңағы жүректің қан тамырына арналған, алдында жақында бізге шыққан тағы да жаңа өнімдеріңіздің бір болып саналатын жүрекке арналған өнім. Осы жүрекке арналған өнімдеріңіздің бағасы 409. 409 дегеніңіз енді 409 көбейтем 6-да 5-ке 2659 теңгеге сіздер күнінде 2 мезгіл ішіп отыратын болсаңыздар, ас су тамақтан 30 минут бұрын. Сонда сіздер жаңағы өздеріңіздің қан тамырларыңыздың ішіндегі жаңағы нәрін жақсарта отырып, мына жаңағы жүректің соғысын қалыпты жағдайға келтіре отырып, жүрекке қандай да бір нагрузка келіп тұрған болса, соның жолын шешеді, яғни емдік әсерін тигізе отырып, сол жаңағы сіздердің жүректеріңізге нагрузка бергізіп тұрғанды емдеп кетеді. Сосын кейін мына жүрек дегеніңіз бұлшық етке жатады. Сол бұлшық еттің өзінің құрсып тырысып қалмай, қалыпты жағдайына келе отырып, біздің қысымымыз жоғарыда болмай, төменде болмай, өзінің қалыпты жағдайға келіп отыруына мүмкіндік береді екен. Бұның қоспасында арония деген бар. Ол дегеніңіз біздің қанымызды жақсартып береді. Қанымызды жақсарту арқылы біздің жаңағы қан айналымыз әдемі жақсарады. Қан айналымызды жақсарта отырып, өздерінің витамин қасиетінің арқасында біздің қан тамырларымыздың қабырғаларын берік қып береді екен. Кейбір кісілердікі тромбо болып, ойбай тамыр жарылып кетіпті деп айтып жатады, сондайдарыңызға жол бергізбейді деген сөз. Сосын кейін боярышник деген жаңағы шөптің құрамы бар. Ол болғанда бізді күнделікті жаңағы шаршау шалдығудан сақтай отырып, мына кейбір кісілер жаңағы шаршап шалдығып, әбден жаңағы зорық кеткенде бас айланып құлақ қалатын кісілер болса, соны қалыпты жағдайға келтіре отырып, жалпысы бұл жаңағы несеп жол арқылы суық тиюден тартып бәріне қарсы тұратын қасиеті бар болғандықтан, бізге бұл жаңағы бір жағынан несеп жолымен көптеген бізге керек жоқ деген улы заттарды тазартып шығарып беріп отырса, екінші жағынан бізге бұл жаңағы пустырник дегені кәдімгідей тыныштандырып, өзіміздің жүрегіміздің ритмі қалыпты жағдайда соғып, өзінің деңгейінде
болуына мүмкіндікті береді екен. Міне осындай қасиеті бар жүрек қан тамырларына арналған арнай капсулаларыңыз осы болып табылады. Әсіресе гипертониктарға таптырмас өнім болады бұл. Одан кейін келесі біздің өнім биотин. Биотиніңізді бізде жақында шыққан жаңа өнім болып табылады. Бұл биотин шашы түсе беретін кісілер, мына жаңағы ішкі құрылысы ағзаларымызда бізде жаңағы мына биотиннің жетіспеушілігінен болып, әсіресе тырнаққа, терімізге, шашымызға көптеген жаңағы зақымдар келе бастайды екен. Соның кесірінен биотин деген нәрсе, биотин деген осы бізге минералдың жетіспеушілігінен сол шаштың түсуі, шаштың тез жиі түсу, жидіп түсіп қалу, тақырбас болып қалу, одан қалса тырнағыңыздың кәдімгідей жарылып кету, немесе тырнақтың арасы ашылып кету, немесе тырнақты көбе сөгіліп қайта іріндеп кету деген сияқты көптеген тердің проблемасы, немесе бастың мына тер зақымдалып, мына құйқамыздың өзінің тамырланып тұрған жерлерге биотиннің жетіспеушілігінен болып, қайызғақтарды көбейе бастайды екен. Қайызғақ көбейгеннен кейін тура жағдайыңызды кетіріп, қара киім кисеңіз, шашыңыздан кәдімгідей бір қар түскен сияқты қылып адамның жағдайын кетіріп, одан қалса ол ұлғайып кетсе псориазға апарады екен. Сондықтан осы биотин деген өнімдеріңіз кәдімгідей бізді толыққанды емдеп кететін қасиеті бар екен. Осындай шашымыздың өлі болу, шаштың түсінің кетіп қалу, шашымыздың сынғыш болу, шаштың тез түсу, шаштың мына жидіп қалу дегендеріңіздің барлығы осы биотинді ішіп отыратын болсаңыздар, өзінің биотин деген минерал затты ағза өзінің қалыпты жағдайына ала бастағандықтан өзінен емдік қасиеттерін туғыза бастайды екен. Міне осылай біз шаштан проблема болып тұрған, тырнақтан, терден проблема болып тұрған кісілерге осы өнімдерді айтып та шыдаймыз, немесе осы өнімді біз қолданып та шыдайды екенбіз. Бұның енді бағасы 440 дегендеріңіз 6-да 5-ке көбейтсек 2860 теңге болады. 6-да 5-ке көбейтіп тұрғанымыздың себебі Горный Алтай, Барнаул, Бийск қаласынан әрбір Қазақстанға, әрбір пункт выдачаның өзінің үлкен складтарына келіп жеткенге дейінгі әрбір өнімнің доставкасы кіріп тұрғандақсы. Ал биотинді күнінде бірақ мезгіл ішесіздер, тағы да ас су тамақты ішіп жеп отырғанда арасында бір капсулаңызды алып жібересіздер, жылы сумен жұтып іше саласыздар. Сонда 2860 теңгеге алған бір упаковкаңыз сізге бір курс ем болып саналады екен. Ем болсын. Ал енді бижутерия, ондайларға тоқталғым келмейді. Екінші бетті ашайық. Мынау тағы міне бижутерия, подвескаларыңыз, браслет дегендер. Ал мумио бальзам алтайский бізде алдыңғы каталогта берілген керемет тағы да өнімнің бірі болып табылады. Бұны енді бүйректе проблемасы бар кісілер. Бұны көптеген мысалы қуық жолдарынан қиналып жүрген кісілер болса, мына бізде басқадай жалпы ағзаны көптеген ауру, сырқау, операцияға кіріп те оңала алмай, өзін қалыпты жағдайға сезіне алмай, әлі де ауырсынып, мына операцияның тіккен орындары да дұрыс болмай деген сияқты әртүрлі ағзаға өзгерістер кіріп жатқан болса, осы біздің мына мумио бальзамды алып қолданатын болсам, бұл жаңғақ қосылған Алтай мумио бальзам бізде өтті емдік қасиетке бай. Жалпы мумио деген нәрсе өте емдік қасиетке бай болып табылатындықтан, бұл енді тез ағзаны қалыпты жағдайға келтіруіне, қандай да бір жарақат алып қалса, қандай да бір мертік қалса, яғни сүйек сынып қалған болса, онда аяқ қолын қайырып алған болса, немесе сүйек сынғаннан кейін енді сынықтың орны тез жетілмей жатса, сондай кездерде бұл органикалық құрамы өте бай болғандықтан, бұл тез сүйектіге дейін жетіліп, сүйектіге дейін қалыпты жағдайға келуіне мүмкіндікті беріп шыдайтын таптырмас өнім болып табылады. Сұйық келеді бұл, бірақ та
дәмі өте ашты да емес, өте тәтті де емес, сәл жаңғақтың жаңағы дәмі бар сияқты, сондай сұйық қоңыр түсі бар өнім болып табылады. Бұл жерде жаңағы Е витамин бар. Мына жаңғақ, біз орманды жаңғағымыз Е витаминға өте бай екен. Е витамин, сосын группа Б, сосын марганец, темір, йода, цинк, калий, кальций дегендерге бай болғандықтан, осы жаңағы керемет бай болып тұрған осы витаминдарға біздің мумиомыз қосылған кезде одан сайын адамның ағзасына емдік әсерін тигізе отырып, бізге сүйектің дейін ақырындап сынған жері жетілуіне мүмкіндікті береді екен. Бұл 317 дегендеріңіз, 317-ні көбейтеміз, 6-да 5-ке 2061 теңге болады. 2061 теңгеге екеуін кәдімгідей алып алатын болсаңыздар, 2 упаковканы сіздер емін еркін бір курс лечения болдырып қолдана алады екенсіздер. Міне, осындай керемет қасиеті бар өнімдеріңізді де 50% жеңілдікке беріп отыр. Мынау аяқты майы, мынау кофенің бізде 3 түрі бар, мынау кеселдер бар. Кесел, мына асқазанға өте жақсы әсерін тигізетін кесел бар. Бұл кеселдерді біз көп аса мән бермей жатырмыз. Бұл кеселдеріңіз өте емдік қасиетке бай болып саналады. Бұл кесел қарапайым, былай қарағанда адам алды, суға араластырды, іше салды, бола салды деп ойлайсыздар, Ал шын мәніне келсек, бұл кесел өте тамаша асқазан ішкі құрылыстарыңызды, асқазанның мына сөлінің бөліну дегендердің барлығына тамаша емдік қасиетін береді. Бұл жерде шырғанақ бар, тиква бар, сосын өте көп шөптік емдер бар. Соның арқасында асқорту процесті жақсарта отырып, асқазанның ішіндегі өзінің сөлі қайда бөлініп тұратын кіте мына жылауық сияқты бір жылбыраған малдың мал сойған кезде, буындаған кезде бір сар су сияқты бір сондай бір ақшыл нәрсе шығады ғой. Дәл сол сияқты асқазанның өзінде бөлініп тұруға тиісті сөлдерін қалыпты жағдайға келтіріп отырып, біздің ішектің ішіндегі түктердің қалыпты жағдайда болу, яғни форсинкалар қозғалып тұрып, мына ішкен жеген ас-су тамағыңыздың сапалысын өзінің бойына сіңіріп ап, сосын сіңіру арқылы оны бізге қанға беретін қасиеті бар. Мына микрофлора, мына түктеріңіз деген, сол түктің қызметін жақсартып береді екен. Сондықтан бұл кеселге де назар аударыңыздар. Бұл 35-ті 6-да 5-ке көбейткенде 228 теңге тұрады. Осының бір 10-ын ба, 5-ін алып ішіп өздеріңізге курс лечения жасасаңыздар, бұл жерде қанша ішсеңіз де сонша іше беруге болады, шектеу жоқ. Оны енді өзіңіз шешесіз. Осындай емдік қасиеті бар. Ал мынау капсула железо дефицит, білесіздер, анемия болып тұрған, басы жиі ауырып, тез-тез басы айланатын кісілер, мына қанның құрамындағы эритроцит, лейкоцит жетпеген кісілерге үлкен мүмкіндікті беріп, қанның құрамын қалыпты жағдайға келтіріп береді. Соның арқасында емдік қасиет толыққанды қанды өзінің қанның құрамын жетілдіре отырып, қанымыздың айналымын жақсарта отырып, бүкіл ағзаға емдік әсерін тигізеді. 2282 теңге тұрады. Әсіресе қазіргі пандемия кезінде өте көптеген жағдайда қазір адамдардың қаны қою болып жатыр. Мына вирустың кесірінен қою қанымыз, итақта өз бұрыннан қою болып келе жатқан қанымыз одан сайын қойылған кезде, сонда адамның тыныс жолына да кері әсерін тигізіп отырып, сонымен көптеген кісілеріміз о дүниелікте болып кеткені ешкімге жасырын емес. Сондықтан Алла сақтансаң сақтайым дейді. Үлкен мүмкіндіктерді Бателл компаниясы осындай керемет қолжетімді бағада акциялармен беріп тұрғанда назар салып, ағайын туыстарыңызға да жеткізіп, түсіндіріп, алғызып, сол кісілерді аман болсын деген тұрғыдан жұмыс жасауға шақырамын. Ал келесі бізге осы пандемияның кезінде мына железо дефициттің капсуласымен, осы капсула мына тыныс жол, өкпе тыныс жолына арналған өнімдерді комплексный лечение қылдырып, антистресс деген тағы бар, келесі жол шығады. Соныге дейін бергізіп, курс лечение алғызған кісілер көптеген жағдайда пандемиядан кәдімгідей өзінің қалыпты жағдайына жеткені бар.
көптеген кісілер бізден ақыл кеңес сұрап, біз Натальядан сұрап отырып, біз осы өнімдерді курс ем ретінде пандемиядан ауырып, больницадан бір 7 күн уколдарын алып шыққан кісілерге тез қалыпты жағдайына келу мақсатында беріп, тез көтеріп, емдік қасиеттерді жүргіздіртіп шыдағанбыз. Сондықтан осы өнімдерге тоқтала кетіңіздер. Бұл енді тыныс алу жүйесінің барлығын қалыпты жағдайға келтіріп береді. Міне, үшінші өнім капсула при стрессе, міне, тревоги, көрдіңіздер ме? Бұл да жаңағы кәдімгідей жүйке жүйені қалыпты жағдайға келтіре отырып, адамның ағзасы өзінің жаңағы қалыпты деңгейіне келу мақсатында жаңағы мына тыныс алу, өкпе тыныс алу жолына арналған қанның жаңағы біздің эритроцит, лейкоцитті қалпына келтіру, одан қалғаны осы жаңағы ми, мына көптеген адамдар ауру сырқау кезінде кәдімгідей уайымдап, қара уайымға салынып, соның кесірінен жаңағы не болып жатады? Көптеген ауруларды ұлғайтып алып жатады. Сондықтан ауру сырқауларды ары қарай ұлғайтқызбау мақсатында осы жаңағы жүйке жүйені тыныштандырып, жүйке жүйені тыныштандырудың арқасында ұйқысы да дұрыстала бастайды. Адамдар дұрыс ұйықтап демалғаннан кейін ми да демалып қалады. Сосын кейін ми демалғаннан кейін қанның айналымы да жақсара бастайды. Міне, бірін-бірі толықтыратын, адамды эмоционалды жағдайдан қалыпты жағдайға келтіріп шыдайтын, адамды тыныш, рахат, ештемеге алаңдамай өмір сүруіне мүмкіндік беретін капсулаларыңыз осы при стрессе и тревоге Алтай биоформаттың жаңағы сериясы болып табылады. Осыны жаңағы айтқан жаңағы тыныс алу жүйесі и қан айналым жаңағы қанның эритроцит, лейкоцит құрамын анемияны норма қылдырып беретін осы үш өнімді қатар чагамен ішкен кісілер пандемиядан кейін қалыпты жағдайға келу процесті өтті жылдам осы өнімдермен жүргізе алды. Көптеген кісілер пандемиядан кейін өз-өзінің қалыпты жағдайына келе алмай қиналып жатқан жайы бар. Сондықтан осындай мүмкіндіктерді пайдаланып қалыңыздар. Ал кальцийді жақында тағы берген, Аллаға шүкір, кальций бізде жай ғана кальций емес, кальций цитрат бұл байытылған формулада. Сондықтан бұл сүйек буын-буындарыңызға, қан тамырларымызға, қан айналымға, одан қалса біздің жаңағы асқазан ішкі құрылыстарымызға, одан қалса біздің жаңағы жүрек қан тамырларымыздың түгеліне емдік әсерін тигізіп беретін жан-жақты ауқымды емдік қасиеті бар өнім болып табылады. Бұл дегеніңіз 358, көбейтеміз 6-да 5-ке 2327 теңге болады екен. Бұны сіздер магниймен қосып ішетін болсаңыздар, бірін-бір одан сайын толықтырады екен. Ол Натальяның сабағында айтылады. Ал енді мынау крем, бустер, кәдімгідей жаңағы осы кремнің арқасында өзіңіздің жаңағы мына теріңіздің ылғалдылығы қалыпты жағдайға келеді. Өзіңіздің коллагеніңіз, өзіңіздің гиалурон қышқылдарыңыз өзіңізден бөлініп, өзіңіздің ағзаңыздан жасарту процесті жүргізіп беретін қасиеттері бар крем болып табылады. Мына щеткалары бар. Енді ремолект. Бұл енді буын сүйектерге арналған. Буын сүйектердің синавалды сұйықтықтарды қалпына келтіру. Буын сүйектердің бір-біріне жаңа біріктіріліп тұрған жаңағы тер, мына сіңір бір-біріне байламдарын жақсартып бере отырып, емдік қасиетін тигізетін өнім. Енді мынау актив жаңа грануле против засор. Бұл енді засор кәдімгідей бұнымен сковородканы да жуып жатыр. Бұнымен быт-шыт болған ыдыс-аяқты да жуып тазартып алып жатыр. Күмісті де ағартып алып жатыр. Бұнымен жаңағы ненің ішін, стиралидің ішінде тазартып алып жатыр. Бұл актив гранулыңызбен негіз трубаның бітелгенін бір-екі өзінің жаңағы мына несі кришкасы өзінің мерный ложка болып саналады. Сонымен екіні толтырып салып жеріп, ана жаңағы су кететін тесіктерге. Сосын кейін 200 грамм қайнаған суды бұрқ еткізіп құйып жересіз. Өте төмен қарап, жаңағы тесігіне қарап тұрып қалмаңыз. Кете жаңағы алыстан дұрыстап әдемілі құйып жіберіңіз. Сол кезде бұрқ етіп ана қайнап, ана шаштың тағы басқа май судан болып, мына суыңыз жүрмей тұрса, соның барлығын тазартып кетеді. Трубаны, тазартып кететін қасиеті бар. Трубаның ішінде өте бір үлкен зат тұрып қалған болмаса, ол жаңағы шашты, қайтып майлы болып тұрған, майдың ұстап баттасып қатып қалған дегендерді ертіп түсетін қасиеті бар.
Ал мынау жаңағы моделирующий тұз, мынау интим гель емдік қасиеті бар. Естеріңізде болсын, бұл сосын кейін дезодоранттар енді тура духи сияқты иістері бар. Оны енді әркім өзінің таңдауына қарай алу керек. Міне бұл жаңағы крем маскаларыңыз, бұл жаңа салфетка. Мына боянатын қыздар кешке келді, боянбаса да жалпы кешке келдіңіз, осы салфетканы дымдап жеріп, өздеріңіздің макияждарыңызды сүртіп алатын болсаңыздар, тез әдемі толыққанды мына тердің жаңа нүктелерінің барлығын тазартып кететін қасиеті бар екен. Ал мынау крем баланс антиакне. Менің ұлым да, қызым да ақырындап бұны әлі қолданып келе жатыр. Бұның лосьоны да бар. Бұл енді жас өспірімдердің дене теріне өзгеріс кіріп, бүгін ертең безеу шығып жатса, соған қарсы тұратын антиакне крем баланс дегендеріңіз осы. Ал мынау енді жаңа біздің бет күтім, тер күтімге жасарту процесстағы термальный вода, мынау жаңағы фруктовый кислота, яғни жемісті кислотамен араласқан гель умывание, яғни гельдік түріндегі сабындарыңыз болып табылады. Осылармен бетті әдемілеп кешке жұмыстан келгенде немесе таңертең тұра сап бір жуып жеріп, одан кейін бет күтімдеріңізді жасап отырсаңыздар күшті боласыздар. Ал енді косметика жақтарға көп тоқталғым келмейді, өйткені емдік қасиеттерді таныстырғым келеді. Мынау да әдемі иісі бар жаңа қолдың кремі. Ал чаганы білесіздер, бұл енді бізде чаганың 3 түрі бар. Қазір тағы да чаганың жаңа D витамині, чаганың мумио қосылғаны деген сияқты чаганың сериясы өтті дамып келе жатыр. Бұл 427 дегеніңіз 6-5 пен көбейткенде 2776 теңгеге өздеріңізді пандемиядан, жалпысы онкологиядан, жалпы өзіңізді ауру сырқаудан сақтанып отырам десеңіздер, осы чага Алтайдың чагасын алып үздіксіз қолданып отыратын болсаңыздар, үлкен емдік қасиетке бай болып саналады. Сондықтан құрметті серіктестер, чаганың тікшекке жаңағы салатын түрін алып қолдансаңыз да, чаганың сіздер жаңағы мысалы несін алып қолдансаңыздар да, капсула түрін алып қолдансаңыздар да, чаганың сіздер жаңағы осы сұйық түрін алып ішіп қолдансаңыздар да, түгелінің емдік қасиеті тең түсетін болады. Сондықтан өз ыңғайларыңызға көріңіздер. Біз түсіне бермейтініміз болмаса, компания өте жақсы халықты түсініп отыр. Біздің ортамызда да капсула жұталмайтын қаншама кісілер бар екен. Мына асқазан, ішкі құрыстан, мына жаңа өңешті жара шыққан, немесе жаңағы жалпы жаңағы жұтқан кезде капсуланы тамағында тұрыққап, ыңғайсызданып, не ар кетпей, не бер кетпей деген сияқты көптеген адамдар әртүрлі жағдайда, әртүрлі сезімде болады екен. Сондықтан сол кісілерге бұл таптырмас түрі болып саналады екен. Яғни ұнтақ түрінде, яғни чайдың заваркасы сияқты бұны дайындап ішіп қолдануға арналған екен. Ал мына помадалар, мынау жаңағы пилингдар, огурцымен, мыналарыңыз маска для губ, маска коллагенді жаңағы түрлі көздің астына дегендер, міне бұларға тоқталғым келмей тұр. Мына помаданы қатты ұнатам мен. Мынау сондай жұмсақ келеді, и жаңағы бүрістірмей мына еріндеріңізді әдемі ылғалды қылып ұстап тұрады екен. Өте тамаша екен. Мен бет алды маған негіз помада жаға бермейді, бірақ та бательдің помадалары жағып жатыр. Оның ішінен осыны мен қатты ұнатып отырмын. Осы өнімді мен жақсы көріп қолданудамын. Енді күнде қолданбаймын ғой, бір сыртқа шығатын кезде қолданып отырмын. Ал үй жағдайында мен біздің бальзамдарды қолданам. Ары қарай енді сіздерге айта кетейін. Мына подводка дейді, мынау жаңағы маскалар, масканың да алой верамен бар, міне жерде сазды батпақпен бар, сосын кейін мына жаңағы қол аяқтың шунгитпен күтімі бар. Мына жаңағы шунгитпен сәл ғана адамның денесін кіти жаңағы жылтқан сияқты қып беріп, емдік қасиетін тигізетін. Әсіресе пандемия кездерінде немесе тұмау сырқау, грипптің кезінде балалардың да өздеріңіздің де өкпе тұстарыңызға, кеуде арқаларыңызға, аяқтың табанына, мына буындарыңызға жағып отырсаңыздар, күшті емдік әсерін тигізеді. Мен енеме беріп, енеме қолдандыртып отырмын. Қаншақты мен 70-тен асып кеткен, ол кісілерге енді қандай майды да, біздің хондрактил активпа, біздің радикуликсті, біздің астижевенді, біздің жаңағы маралдың мүйіздің сығынсынан жасалған өнім деген сияқты неше түрлі өнімдеріміз бар. Маралды май дегеннен тартып, түгелін ол кісілерге қазір алма кезек жаға берсе, жақсы ғана болмаса еш кері әсері жоқ. Ал сабындардың міне
мынау жаңа кардицепстікі қоңыр үлкендеу кәдімгідей әжептәуір үлкендеу келген қоңыр сабын болып табылады. Мынау біздің әдеттегідей күнделікті суға түсуге, денемізге, қолымызға арналған өзіміздің роза сабынымыз болып саналады. Мынау жаңағы теңіз балдыры бар, минералы бар, сондай сабын болып табылады міне. Ал енді балалардың жаңағы клюквамен беріп отыр. Клюквамен балалардың Виталис драже 245 көбейтеміз 6-да 5 1593 теңгеге түсіп тұр. Бұл дегеніңіз ішінде кейбіреулер санапты 200-ден астам деп айтып жатады. Өз тол келеді, кәдімгідей драже түрінде, сыртында шоколадтың жаңағы әдемі шоколадтың дәмімен келеді, натуральный. Ал енді